Баянғара романы. Оқитын автор Мұнайдар Балмолда. Байғара. Кіші жүз қазақтарын атты қазақтарға қарсы күреске көтеру үшін алөкпе болудың, ауыл-ауылды аралап, үгіт-насихат жүргізудің тіптен қажеті болмаған. Олар әрқашан мұндай қақтығысқа, шайқасқа дайын еді. Ат ер қанаты деп білген қазаққа лайық жануарды көп деп иеленіп, орыс патшасының жерін ұлғайтып, шекарасын күзетуге, оның тыныштығын сақтауда кез келген бас көтеруді басып жаншуға тұрған қазақ әскерлері барған сайын құтыра түскен. Оралға тұрақтаған атты қазақтар қырға шығып, қазақ ауылдарын тонап, қарсыласқандарын соққыға жығып, малдарын айдап кетуді үйреншікті әдетке айналдырды. Бұл істе атаман Чағановтың қан безерлігі әсіре шектен шықты. О, менің ат үстінен түспеген, түссе қан мен қымыздан басқан ішпеген айтулы қаһармандарым, біз осыған дейін бұл еділ мен жайық арасында кеудемізді ешкімге басқызбай келдік. Алдағы күнде де сөйтеміз. Киргиз Қайсақтың кең даласы біздікі болды. Астымыздағы атымыз қай бағытқа бұрылса, қандай жерді таптаса, солара біздікі. Солай ма, қазақтар? Солай, атаман, солай, атаман. Ақ патша жасасын, атаман Чағанов жасасын. Менің қаһарман қазақтарым, біз бүгін қырға, сар далаға қарай шығамыз. Көп олжа түсіреміз. Сендер маған сенесіңдер ме? Соңымнан ересіңдер ме? Атаманға сенеміз, ереміз. Чағановқа сенбегенде, қайда бастасаң да, біз сенімен біргеміз. Атаман, атаман, атаман деп ысқырып-пысқырып қиқу салған қазақ әскерін бастаған атаман Чағанов далаға кезекті қанды жорығын бастады. Көздеріне қан тұнған бұл қорқаулар жолай кездескен ауылдарды аяусыз тонады. Баса көктеп, қазақтардың үйіне кірген қазақтар жүкті келіншектерін шашынан алып, далаға шыңғыртып сүйреп шығарып, жұрттың көзінше шермейген ішін жарып, қан жоса қылып, жатырда жатқан шақалақтарын жоғарыға лақтырып, жерге түсерінде найзаның ұшына шаншып, өздері осы істеріне мәз болып, қиқу салып, айқайлап, күліп, ауылдың азан қазанын шығарды. Бұл ауылда қарсыластар еркек қалмаған. Осыдан бірер ай бұрын атаман Данскоптың жасағы келіп, лаң салып, еркек кіндігінің түгел көзін жойған. Сонда оққа ұшқан батыр қазақтардың артында қалған тұяғын бүгін екінші атаман келіп құртты. Сендерді Құдай ұрсын, оңбаған иттер, қарғыс атсын деп зар илеп, қарғыс айтқан кейуананы тыңдап алған атаман тапаншасын суырып, қақпас, айтып болдың ба деді. Кейуана іші жарылған келіннің жансыз денесін құшақтап, салалы саусақтарынан аққан қан мен бетін тырнап, әлі сөйлеп жатқан атаман тақалып келіп, оны атып салды. Бұл ауылды қылышымен қатындардың қанын жарғыш әлгі әумесер атаман Данскоп үптеп кетіпті. Бізге де содан қалған өнер қаншықтардың ішін жарып, бөлтіріктерін найзаға шаншу қалыпты. Ха-ха-хой, қаһармандарым, атқа қоныңдар, келесі ауылға кеттік. Малы көп ауылға кездескенше, адамдарын осылай қырамыз. Өлеңтік өзенін бойлап жүре берсек, көп замай малды ауылдың үстінен шығамыз. Есауыл, Павло, Харунжи Харлан, алға, әскерді бастаңдар. Хо-хо-хо-хо-хи. Атаман Чағанов жасасын, о-хи деп қиқулаған жазалаушы қазақ әскері ауылды өртеп, 10 шақты адамын өлтіріп, өзенге қарай ат басын бұрды. Бұл 1783 жыл болатын. Бейхам жатқан қазақ ауылдарын шабуға шыққан атаман Чағанов қанның дәмін татқан қорқаудай алға ұмтылған. Оған олжа керек. Жасағына жылқы мен азық-түлік қажет, және өзі сықылды атамандардың алдында мақтануға бұл кезекті жорық жанына майдай жаққан. Бұлар өстіп
жолындағы қорғансыз қазақ ауылдарын жайпап, ойларына келгенін істеп, бұтқа толып келе жатқанда, алдарынан Сырым батырдың қолы шыға келді. Қазақ қолы маңдай беттен ғана емес, қос қапталдан жақындап келеді. Атысудан гөрі шабысуға ыңғайлы жерде ұшырасқан екі жақ бірден ұрысқа кірісті. Осы ұрыста түрі шым-қара, тұрқы жұмыр, көзі отты, танау қуысы кең, омыраулы, құйрық жалы келісті тұлпар мінген бір жас батыр бірден көзге түсті. Оң келгенін оң, сол келгенін сол құлатып, жауды жапырып, қарсы жақтың жуан ортасына кірген сайын айналасында казактардың өлі денесі бірден соң бір үйіліп тау төбе болып жатыр. Жас қазақ дұшпанның қалың арасына жалғыз өзі қойып кетті. Сарбаздар, барыңдар, оған болсыңдар деп, Сырым батыр қара атқа мінген батырдың артынан бірнеше сарбазын жұмсады. Бұл кезде атаманның өзін жаралап, атынан жұлып алған жігіт оны қылғындырған күйі дедектетіп сөйлеп, топ жарып шыға берген. Қазақтар атаманын құтқармаққа жан-жақтан тұра ұмтылғанмен, қаракер айғыр иесінің ыңғайымен маңына бөтен атты жолатпады. Алдына келген тістет, артынан келген тепті. Жас батырға дем беріп, Чагановтың жағасынан бір ұстаған қолға күш қосып, топ жарып, шетке суырылып шықты. Осылай бұл шайқастың шешуші кезеңі келіп жетті. Өлгені өліп, өлмегені өлімші күйде қазақ қолынан жан сауға сұрап жалынып жатыр. Атаман Чаганов біраз адаммен қолға түсті. Аяғының ұшы жерге тиер тиместей болып, жас қазақтың қолында сүйретілген атаманды Сырымның алдына келіп босатқанда, ол буынын ұстап тұра алмай жерге бүгіліп түсті. Жас батыр Сырымға басын иіп, өзі көптің ортасына барып тұрды. Сарбаз, есімің кім? Қайдан боласың? Тұлпарың күштеген, әлгінде ағындап барып жауға тикенде атты казактардың бірнешеуін жайпап өттің де, мына атаманға оңай жетіп барғаныңды, бара салып жағасынан алғаныңды көріп, ой бір жасадым. Нағыз көкбаршы болармысың? Атаманды серкердей сәлақтатып тік көтегеніңде көзіме көкжал болып көріндің. Астыңдағы атыңмен жарасып қапсың. Сен атаманмен алысып жатқанда, астыңдағы қарагерің маңына ешкімді жуытпады. Не деген текті тұяқ еді өзі. Бір-біріңе саймасай екенсіңдер. Тәңір берген екен. Жауға өрттей болып тиіп, көктей өтіп, патшасынан мақтау марапат алғанға дандайсып, құдайын танымай кеткен атаман Чагановтың өзін тулақ құрлы көрмей дедектетіп алып шықтың. Көк соққанды көкжал тартқан иттей қылдың. Жарайсың, жас сарбаз, жарадың. Сен осы қарқыныңнан таймасаң, әлі талай делі құлыны тұзақтайтын, төбесіне түсіретін шамаң бар. Тұлпарыңа қарасам, бағасын айтқым кеп кетеді. Айтыңыз, батыр аға, айтыңыз. Сіз айтпағанда кім айтады? Айтыңыз деп сарбаздар жамырай үн қатты. Алла саған берген екен. Атыңның артқы аяғы алдыңғы аяғының ізіне дөп түседі. Көзі қызыл, яғни жанары отты келген, жүрегің сенің нағыз серігің, қанатың батырым. Байқаймын, атыңның қасы да қалың, қылшықты, ал мойны қандай қысқа келсе, аяғы да ұзын емес, шомбал біткен жуан екен. Әп бәрекелді. Бұның бәрі өрен жүйріктің, күштіліктің, тектіліктің нышаны. Жануарыңа қарап, жүйріктік пен жүйріктіктің көп белгісін аңғарып тұрмын. Бір көргеннен осыларды да тарқатқаным жарар. Жарадың жігітім. Батыр ағеке, менің атым Қапсағай. Біз өзіңіздің Жетіөлден боламыз. Жануарым қазақтың жабысы ғой. Өзің жас болсаң да атыңа сай затың байқалып тұр. Қапсағай десе, Қапсағай денелі екенсің батырым. Жолың болсын. Астыңдағы тұлпарыңа сүйсіндім. Өзіміздің Жетіөлден екенсің. Байбақтың бір баласы болғаның ғой жамасы. Жарайды, жарайды. Я, жабының аты бар ма? Сырмаға, тұлпарының аты жоқ. Арнайылап ат қоймадық. Қара ат,
қарагер деп жүрміз. Дұшпанның бел ортасына аман есен кіріп шығуыңа астыңдағы қарагердің күші болмаса, ай қайдам, ендеше жастарбаз, сенің атыңның аты Байғара болсын. Байғараңнан кіл жүйріктер шығарына мен сенем. Екеуіңді Алла қолдасын деп батыр жас сарбазға батасын берді. Болсын батыр аға, болсын Байғара, керемет ат деп жас қазақ Сырым батырмен сөйлесіп батасын алғанына мәз болып есін жиған атаманға қарады. Атаманның көзі аларып, сұры қашып кеткен. Езуінен қан ағып, орнынан тәлтіректеп әрең тұрған Чаганов пен Сырым батыр тәжікелесіп жатпады. Тұтқынға түскен қазақтармен қосып Хиуаға, құлдыққа сатып жіберді. Ал Қапсағай батыр Сырым қолымен бірге Байғара тұлпарымен талай жорықтарға қатысты. Патша әскері Орал қазақтары бекінген бекіністерді алды. Жетікөл жерінен шыққан Байғарадан Баян Қараға шейін уақыт тасты мүжіді. Бұлдырты мен шідерті бірде толып, бірде солып тоқтаусыз ақты. Әлі ағып жатыр. 1783 жылдан 1953 жылға шейінгі аралықта 170 жыл өтті. Ендігі әңгіме Байғарадан тараған тұқымның текті тұяқтысы Баян Қара қақында болады.